Ассалаумағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Көріспегелі көп болып қалды. Жұмыс байланысымен. Бүгін бұқаларға шолу. Каналымызды көрместен бұрын видеомызға лайк басып, каналға тіркелмеген кісілер болса тіркеліп кетіңіздер. Әрі қазақ бай қуатты болсын. Міне бұйырса бұқамызға 3 ай болайын деп қалды. Бүгін 13-ші, енді 7 күннен кейін 3 ай болады бұлардың бордақыланғанына. Ангус 4 жасар. Қарап басын шайқап тұр бізге. Көп кісілер сұрап жатады. Жемнің пайызы қандай, не жем бересің деп. Барлық видеода айтып өтеміз. Сонда да бүгін бір айтып өтейін деп жатырмын. Жеміміз арпа, бидай, жүгері, жымық, кебек. Арпа 30%, жүгері 30%, бидай 15%, кебек 10%, кебек 15%, жымық 7%. Шрот бар, сояның шроты, сығындысыз сояның. Одан 5%. Жемнің араластырылып барлығы осындай. 2 мезгіл, таңертең кеш. Сосын сұрайды енді көп кісілер, таңертең уақытта не бересіз деп. Қай кезде бересіз жемді деп. Таңертең бізде бірінші шөп салынады. Шөп кішкене жем артынан жем жегеннен кейін екеуі күйіске бірге келе ма деген оймен таңертең бірінші шөп береміз. Шөптен кейін су, судан кейін жем, оның артынан тағы да біраз шөп сақ қоямыз. Жемдер осылай міне жатады. Қазір түстен кейін сағат 2-ден кетті. Мыналарда да осылай аз жем жатыр. Қазір бұларды барлығын таусып болады. Мыналар 1,5 жасарлар. Өздеріңіз білесіздер. Мыналар міне тұрып жеп жатыр. Мына екеуі подсос. Бұйырса бұларға да 3 ай болайын деді міне. 1-7-ден кейін 3 ай болады. Қазір каналымыздан алыстамаңыздар. Бос тұрған подсостарды көрсетемін. Видеоға лайк басуды ұмытпайық, каналға тіркелуді ұмытпайық. Сіздердің лайктарыңыздың арқасында біздің каналымыздың дамуына үлес қосасыздар. Қазақ тілді арнамыз көбейе берсін, әрі қазақ бай қуатты болсын. Бұқалардың міне артқы жақтары, сандары мойнына жинаған жоқ әлі. Санына жинап жатыр. Саны толып, сосын барып, мойын толады. Сол кезде шығарамыз. Енді бұлар сәуір айға дейін тұру керек. Енді 3 ай тұрады. Жалпы 5 айдан артық уақыт тұрғызамыз деген ой болып тұр. Ангус. Мына сары да 4 жасар. Мыналар міне 1,5 жасарлар айтып өттім жаңа. Көп кісілер енді жазып жатады, кей кісілерге уақыт бөліп жауап беріп жатырмын, кей кісілерге жауап бере алмай жатырмыз. Негативте жазылады, үсті неге боқ оның деп. Енді бір-біріне жақын тұрғаннан кейін, тезектері кішкене сұйығырақ болғаннан кейін, құйрығына жабысады, үстіне жабысады, сосын барып, үсті кішкене таза болмайды. Оны мал ұстап жүрген кісілер, бордаққа қойып жүрген кісілер түсінеді. Сосын WhatsApp-қа шығып сұрап атады кей кісілер. Шығып сұраңыздар. Нөмірім 8771 413 1417.
білгенімізше жауап береміз. Енді сіздер пұқаны қойып жатқан кісілер сұрасаңыздар, енді қоям деген кезде сіз пұқаңызды қойыңыз, сосын барып сұраңыз. Албаты керек жоқ сұрақтарды қойып мазаламасаңыздар болады деген ойдамын. Өзіңізге керекті сұрақтарды сұраңыз. Малыңыз болса, соны қойып, маған жіберіп, өзім білгенімді айтамын. Ал енді мына подсостарға көшейік. Былай қарай. Подсосымыз міне. Бұларға 2 айдан асты. 2 айдан бүгін 5 күн асты міне. Енді 1-2 күнде бұлардың барлығын басын байлайтын боламыз. Қазір осылай бос тұр барлығы. Қазір бет алды сүзіспейді бір-бірімен. Таңертең жемді біріне 2,5 келе мөлшерінде төгіп тастаймыз жем. Соны міне осы уақытқа дейін жеп бітеді, міне тазалап жеп алды қазір. Алдыңғы видеода да бар. Қандай нәтижесі бар ма, пікір алаңына қалдырып кетесіздер. Біз енді күнделікті көріп жүргеннен кейін біздің көзімізге аса көрінбейді. Мына ішінде кейбіреулері кішкене қышынып жатыр. Оны байлаған кезде ибермек салатын боламыз. Бос тұр міне. Мынау қызықтап тұр. Сүздейін деп тұр ма? Сондай ойы жаман. Күніге бұл жаққа кірмегеннен кейін мені бөтенсіп тұр. Бұлай жанынан көрсетейін міне, асты езіліп жатыр екен. Бұлар енді күреледі. Мыналар міне өз сүйірім балаларым, мына үшеуі. Алатау. Мыналарды сатып алғанбыз. Ортағы 180-ден келгендер бұлар. Жағдайлары осылай. 2 айдағы нәтиже бұл енді. Мына жақтан көрсете берейік міне. Келесі қорада бар. Мынаның үсті жаман қышынып тұр міне. Мынау мен ойнағысы кеп тұр. Сүзгісі кеп айбат жегіп тұр. Аңгүсті сүзгісі келеді. Аңгүстер таңертең 5 келе, кешке 5 килограмм жейді. Сол маңайында. Кейде одан да көбірек жейді. Мыналар 4 килограмм, қалғандары 3 килограммнан жейді. 3 келе, 3,5 килограмм. Жемнің жағдайын сұраған кісілерге таңертең қазір салатын күрекпенен көрсетейін. Қаншалықты бересіңді. Міне мынандай күрекпен біреуі бір күрек жейді. Бұл 3,5 келе, қатты толтырмаса 3 келе маңайында болады. Мынандай күрек. Каналыңыздан алыстамаңыздар. Келесі қораға барамын. Сол жердегі 6 басты көрсетемін.
Ал енді мына келесі қораға келдік. Бұл да 6 бас тұр. Екінші сортқа бөліп қойғанбыз бұларды. Мыналар аналардан аз кейінірек кіреді. Сосын бойлары, денелері кішілеу аналарға қарағанда. Олармен бірге тұрсаған жерге сыймайды. Сосын мыналар аз кішілеу болғаннан кейін бұларға маза бермейді. Сол үшін бұларды бөлек қойдық. Бұлардың алдында жемдері жатыр. Келесі жағында шөбі, 2 уақыт суын береміз. Астын тазалаймыз 2 уақыт. Сонымен тұр. Бұлардың да жағдайлары жақсы. Бордақыға дайындалып тұр. Бұл қора былтырғы 12 бас бұқа тұрған қора. Биыл бұйырса былтыр 12 мен бастағамыз. Басында 2 бұқа болды. Кейін өзімнің подсостарым болды. Оған қосып алып, биыл міне 20-ның үстінде 30-ға жуық болып тұр. Еңбектеніңіздер. Бірге байық. Келесі қорада тағы 2 бас бар. Біреуі ұрғашы, біреуі еркек. Өзімнің жаздағы сауылған сиырдың бұзауы ол. Міне Алатау, өз сиырым баласы. Еркек. Бұны да жазда 1-2 рет видеоға салынған. Мына ұрғашы, бұл да Алатау. Бұл да байланып тұр. Бұғанда 2 айдай болды. 2 айдан асты бұғанда. Оның алдында аз жем жеп тұрған, кейін байланды. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар.